Сәлем достар. Біз бүгін рендер форспен анимация жасауды үйренеміз. Ол үшін сіздер Google-ға рендер немесе Яндекске рендер форс деп жазып аласыздар. Содан кейін оны өздеріңіз оған тіркеліп аласыздар да, сөйтіп жұмысты бастайсыздар. Міне мен тіркелгенмін. Содан кейін мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай менің белгім көрініп отыр, тіркелгендігім. Енді осы жерде видео слайдты жасау үшін міне мына біздің тиынымыз, көмекшіміз начать дегенді басамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай қазір бізде жоғары жақтағы барлығымен танысып оқысаңыздар болады. Міне начатьты басамыз. Мына жерден видеоны таңдаймыз. Видеоға басқан кезде міне неше түрлі анимациялық видеолар шығады. Өздеріңіз көріп отырғандай әрқайсысын ашып, көріп, танысып білсеңіздер болады. Міне әртүрлі болып келеді екен. Міне екінші бетінен басатын болсақ, бұл жерде де бірнеше видеолардың түрі бар. Барлық беттерді ашып, танысып көрсеңіздер болады. Мысалы, біз кейде телевизор қарап отырған кезде бір жарқ еткен реклама шығады ғой, кез келген видеолардың алдында. Міне оны мынау арқылы жасайды екен. Қараңыздар, қандай керемет. Міне осылай жарқ етіп бізге анимация көрінеді. Сол кезде мына жерде өзіңіздің керекті сөзіңізді жазуыңызға болады. Сол шығады екен. Ал енді міне мынандай фотогалереядан сурет жасағыңыз, суреттерден фотогалерея жасағыңыз келсе, видеосын жасағыңыз келсе, онда да мына жерде сөздер шығады. Сөздерді ауыстырып, музыкасын таңдауға, кез келген өзіңізге ұнаған суреттерді қою арқылы видео жасауыңызға болады екен, анимацияны видео жасауыңызға. Міне көргендей өте жақсы, әдемі. Ал енді біз жаңағы бірінші бетімізге оралайық. Бізге керекті шаблонды таңдап алайық. Міне мынандай да шаблонмен мен жұмыс жасағам, айтып өтейін сіздерге. Бұл да өте қызық. Міне көріп отырғанда бұл жерде де әйел және ер адамдар таңдауымызға болады. Бұл жерде карандашпен салып жатқан сияқты анимация шығады екен. Содан кейін оны карандашпен салып барып, әртүрлі мынаның барлығы бір бетке жасалынатын нәрсе. Қолыңызбен өшіріп тастаған сияқты өшіріп тастайтын анимациясы бар. Бұл жерге де музыка қосуға болады. Кез келген өзіңізге ұнаған нәрсені қосып өңдей аласыз. Ал міне мына біздің таңдаған 3D форматындағы анимация. Міне көріп отырғандай, бұл жерде де өте қызық анимациялардың түрі бар. Анимацияға видео қосуға болады, музыка қосуға болады. Міне өздеріңіз көріп отырған бұл жерде әйел адамдардың суреттері шығады, ер адамдардың суреттері шығады екен. Міне әртүрлі жағдайда көрсетілген. Осыларды таңдай отырып, қасына сөздерін жаза отырып, өзіңіз қызықты етіп видео жасауыңызға болады. Міне мамандыққа байланысты көріп отырғандай суреттерде ер адамның, әйел адамның мамандықтарына байланысты әртүрлі суреттер бар. Мынандай әртүрлі слайдтың түрлері бар. Бұларды да қосып, жазуларын ауыстырып, музыка қосып өңдеуіңізге болады екен. Мына жерде өзінің жарнама жасауыңызға да болады. Ал енді кеттік. Біз создать деп басамыз. Мынандай жаңғақтың суреті шыққан кезде уже бізге таңдау келеді деген сөз. Міне біріншісін біз таңдап тұрмыз. Создать деп басамыз. Міне жаңғақтың суреті бойынша. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде ер адам, әйел адам профессиясы бойынша әртүрлі міне жазуға шығып жатыр. Өзіңіз қалағанын таңдайсыз. Міне әйел адамдардың мамандық бойынша деп айтып жатқан. Және де бұл жерде балалардың да суреті бар. Міне ұл баланың, қыз баланың анимациясын жасауымызға болады. Немесе арасында слайдтың ортасына сіздер мысалы қосып жіберуіңізге болады. Ол жерде отбасының суреттері бар. Соларды да қосып жіберсеңіз болады. Слайдыңыз, видеоңыз қызықты шығу үшін. Қазір енді мен бір өзім қалаған видеомды жасайын. Міне мынаны таңдадым. Вставить дегенді басасыз. Міне мына жерге келіп түседі. Сіздің жаңа видео слайдыңыз басталды деген сөз. Мына жерге жазуды жазасыз. Бір ескертетін нәрсе, жазу қазақ тілді шрифті жоқ екен бұл жерде.
Сол себептен орысша жаза беруге болады, немесе оны ақылы түрде кейін сатып алсаңыз болады. Бұл жерде әріпі жазылады. Ағылшыншада и болғаннан кейін келесі таңдаған кезде қайтадан плюсты басасыз. Содан кейін қайта здесь міне өзіңізге керек шаблонды табасыз. Міне әртүрлі шаблондар өте көп. Мысалы мен мынаны таңдадым. Жарнама сияқты, өзімді жарнамалап тұрған сияқты. Тыңдаңыздар деген сияқты. Алдын ала өзіңіз сценарий құрып қоясыз, қандай сөздер жазасыз, қандай суреттер таңдайсыз. Суреттің барлығын компьютерда бір арнайы папкада сақтап қойсаңыз болады. Сол жерден алып бірден сала салуға ыңғайлы. Содан кейін тағы музыканы да сақтап қоюыңызға болады. Музыкада өте оңай жазылады екен. Міне, көріп отырғандай келесі шаблон таңдаймыз. Мен уже мына жерде басқа нәрсені көрсетейін сіздерге. Бұның бәрін біз қарап шықтық. Бұларды да ауыстыруымызға болады. Міне, оларды қарап отырмыз. Өзіңіз көріп отырғандай. Енді біз мына жерден видео дегенді ортасында сол жақ шетінде сөздер тұр, добавить сценарий деген жерде видео дегенді бастық. Міне видеода басқан кезде қараңыздаршы, өте керемет нәрселер шығып жатыр. Міне презентация көрсетіп тұрған қыздың суреті шығады. Әртүрлі нәрсе шығады. Алдын ала қысқа видео дайындап қойсаңыздар болады. Егер YouTube'қа салатын болсаңыз, YouTube'дағы видеоны негізі көшіруге болмайды. Оның авторлық бағдарламалар қорғалған. Сол себептен өзіңіздің видеоңызды салсаңыз өте жақсы болады. Қысқа ғана видео түсіріп қойсаңыз болады. Міне загрузкаға басасыз. Загрузкаға басқан кезде сіздің компьютеріңізден іздейді екен. Міне тапты. Мен мынандай видеоны алдым, бірақ мен сіздерге ұзақ болмасын деп, бұны мен кесіп тастайын деп отырмын. Қысқа ғана кесіп, сіздерге дайын шаблонды көрсетіп жатырмын. Міне өзі сөйлеп тұр бұл видео. Міне осыны ғана кішкене ғана алып отырмын. Көріп отырғандай видео дайын. Менің сабағымда балаларға бұл өте қызықты. Сол себептен сіздерге осы қысқа ғана видеоны алып отырмын. Міне готово басасыздар. Содан кейін ол өзі автоматты түрде жаңағы сіздің видеоңызға қосылады екен. Міне көрдіңіздер. Енді добавить текст. Бұл жерге де текст жазамыз. Осы видеоға байланысты сөзді жазып аламыз. Сөйтіп сөздерін әр видеоның астына сөздер, слайдтың астына сөздер жазып алу үшін оның барлығын алдын ала көріп аласыздар. Содан кейін барып сценарий жасап отырып, өстіп жазасыздар. Енді бұл аяқ астынан болса да, енді кішкене өзімнің сабағыма байланыстырып жасап отырмын. Сіздерге түсінікті болу үшін мен әртүрлі шаблонда таңдап отырмын. Міне мына жерде тағы да қасындағы үшіншісін бастым. Міне мына жерде көріп отырғандай әртүрлі суреттерді, слайдтарды қоюға болады деп сіздер көрсетіп отырмын. Міне мына ауысып отырған бұл жерде бірнеше суретті қоюға болады деген. Көрдіңіздер, міне 3 суретті қоюға болады екен. Ауысып отырады сонда бірінен кейін бірі. Тағы да добавить басасыздар. Содан кейін ол өзі келіп мында түседі суретіңіз. Қазір загружаться етіп жатыр. Арнайы добавить басқан кезде компьютердағы өзіңіздің файлдарыңыз қай жерден таңдайсыздар? Рабочий стол ма, әлде арнайы дайындап қойған папкаңызды соны ашу арқылы суретті қоясыз. Міне менікі келді суретім. Міне суретті қолыңызбен мышканы ұстап отырып, жылжытып реттеуге, немесе мына жерде қосу азайту таңбасын қою арқылы үлкейтіп кішірейтуіңізге ыңғайлауыңызға болады екен. Міне көріп отырғанда бірінші сурет дайын. Екінші суретке көшеміз. Екінші суретті міндетті түрде тосып отырмаймыз, жасай береміз. Автомат түрде олар өздері загружаться етеді. Көрдіңіз ба? Міне екінші суретті келді. Міне добавить. Орнықты барып. Енді үшінші суретті таңдаймыз. Дұрыс болмай қалды деп қайтадан таңдадым мен мына жерде.
Суретім дұрыс көрінбей қалды, сол үшін. Көрдіңіздер ме? Егер түзеу керек болса, арасында осылай түзеп алсаңыздар болады. Өйткені біріншісі маған ұнамай қалды, сол себептен мен дұрыстап қою үшін қайта таңдадым. Міне, үшінші суретте қойылды. Енді добавить текст. Текст жазамыз. Тексті жазып алып, одан кейін келесі тағы да басқа слайдымызға көшеді екенбіз. Өздеріңіз көріп отырғандай. Басқа тағы да шаблондарды қараймыз. Міне, қызықты шаблондар өте көп. Адамдарды қызықтыру үшін міне неше түрлі шаблондарды алып қойымызға болады. Мысалы, мына жерде мен презентацияның бір презентацияда 2 немесе 3 презентация жасауға болады деген шаблонды қарап жатырмын. Қазір біреусін таңдаймыз. Міне, көрдіңіздер ме? 3 шаблоны бар. Презентацияны таңдадым. Тағы да добавить аласыздар. Сөйтіп, керек заттарыңызды қосып аласыздар. Ол тағы да іздейді. Арнайы дайын болғаны жақсы. Тағы да ескертіп кетейін. Міне, келді. Бұл жерде де жөндеп, реттеп аласыз. Әр суретті реттеп, дұрыстап қойып алғаныңыз жөн. Міне, мына жерде қазір қыз қозғалмай тұр. Видео барысында қыз қозғалысқа келіп, әр слайдты пультті басу арқылы сіздерге көрсетіп отырады. Одан кейін үшіншісі. Осылайша шетінен слайдтар ашылып отырады екен. Өте қызық. Енді ол оңайшылықпен жасалмайды. Өздеріңіз көп еңбектенесіздер. Міне, мына жерге тағы да ортасына жазу түсіру керек екен. Жазу жаза саламыз. Жазуда автоматты түрде келесі слайдқа көшкен кезде өзі жазылады. Міне, көріп отырғандай. Көретін болсаңыздар, міне ауысып жатыр. Келесі тағы да таңдаймыз. Мысалы, компьютердің бетінде болсын, Бұл да бір қызық нәрсе деп ойлаймын. Мысалы, мен мынаны таңдадым, компьютердің бетінде тағы да 3 сурет шықсын дедім. Сіздерге кішкене күрделірек, оны үйренуге ыңғайлы болсын деп, мен әтеге 3 суретті слайдты таңдап отырмын. Міне, тағы да дайын суреттерімді қойып жатырмын. Реттеп жатырмын, орнын ыңғайлап кішірейтіп жатырмын. Готованы басамын. Келесі. Міне, сіздерге асықпай түсіндіріп жатырмын, өйткені бір жасағаннан адам тез үйреніп кете алмайды. Бұл еңбекті талап етеді. Міне, көргендей тағы кішірейтесіз. Содан кейін тағы келесі суретті тоже добавить деп таңдап аласыз. Дайын суретіңізді, алдын ала дайындаған суреттеріңізді. Енді тағы да біреу қосайық. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, мен сотканың ішінен де сурет шығаруымызға болады екен, байқағандай. Міне, өте қызық. Бір неге мен видео қосқанмын, оқушымның видеосын. Ол да жақсы шығады екен негізі. Міне, көріп отырғандай таңдап қойдым. Бұл жерге де жазу керек, не туралы екенін. Осылай жазып аласыз. Содан кейін сақтап қоясыз. Өзі автомат түрде сақталады жазуыңыз. Міне, көріп отырғандай. Автомат түрде сақталып жатыр жазғаныңыз. Қазақша шрифт жоқ екен. Тағы да ескертіп қояйын. Енді мына жердегі мына суретім менің орнын ауыстыруым керек болып қалды. Көрдіңіздер ме? Басып үстіне ұстап тұрам да, кез келген өзімнің қойғым келген жеріме қоямын.
Ал енді соңғы аяқтай салайық. Өзіңіз білесіз, неше бет слайд жасайсыз, ұзақ қыласыз ба, әлде қысқа қыласыз ба, өзіңіздің фантазияңызға қарай. Мысалы, мен мына жерде карандашты алдым, өзім жайлы жазып жатырмын. Маған менімен хабарласқыңыз келсе деп жазып жатырмын. Мына жерде телефонымды жазып қоямын. Сіздер де солай жасап қойсаңыздар болады. Артына өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай міне осылай жасап аласыздар. Содан кейін міне уже слайд дайын болған кезде музыканы қосуыңызға болады. Музыканы мысалы компьютердің ішінен таңдай салуыңызға болады, болмаса алдын ала жасап қойған, дайындап қойған музыкаларыңыздан алып салсаңыз болады. Негізі содан кейін мына жерде плюс белгісі бар. Әр музыканың қасына, соның қасына басасыз таңдаған кезде. Сөйтіп музыкаңыз таңдалады. Плюс батырмасын бастық. Жоғар жағына қарасаңыз жаңғақтың суреті шықты. Жаңғақтың суреті ол скачивание дегенді білдіреді. Сөйтіп музыка жазылды. Енді запись жасауға болады екен. Әр слайдқа 5 секундтық запись жасауға болады. Міне, көріп отырғандай, міне запись дегенді басасыздар. Әр слайд шыққан кезде начать дегенді басасыздар. Соңен начать деген тағы басқан кезде уже запись жүріп жатыр. Бірақ запись бұл жерде 5 секунд екен. Әр слайдқа жеке-жеке жазсаңыздар болады. Міне, тыңдап көрем десеңіздер, тыңдап көресіздер. Міне. Содан кейін ұнаған дауыстарыңызды тағы да плюс батырмасын басу арқылы слайдқа жазып алсаңыз болады. Міне, келесі слайдқа тағы солай. Ал аяқтаған кезде міне мына жерде бәрін біткеннен кейін басасыз жасыл нені бесплатно дегенді. Сол кезде мынандай тиынның белгісі шығады. Бұл загрузка дегенді білдіреді екен. Ал енді өзіңіздің дайын болған, жиналып жатқан шаблондарыңызды қайдан көресіз? Міне, мои документі жоғары жақта жаңа өзіңіз тұрған жерде мои видео деген шығады. Міне, көріп отырғандай. Міне, мои видеоға басасыз. Сол кезде сіздің міне видеоларыңыз шығып жатыр. Міне, мынау біріншісі загрузка болып жатқан видео, мынау алдындағы мен жасаған видеоларым. Сол жерде скачать деген бар. Сол скачать дегенді бассаңыз, компьютеріңізға скачать етіледі. Ол загрузкаға барып түседі екен. Міне осылайша видеоларыңызды жасап алсаңыз болады. Осылай YouTube каналына саласыз, немесе өздеріңіздің достарыңызбен бөлісе алады екенсіз. Міне тағы көрсетіп жатырмын сіздерге скачать деп. Міне жаңағы дайын болған видеомды скачать етіп жатырмын. Өстіп дайын болған видеоларыңызды скачать етіп аласыздар.